Арма қазақ елі, біз бүгін әділдік іздеп Атырау облысына арнайы келдік. Бұл жолғы мәселе Мақат ауданындағы заңсыздық. Соттың шешіміне пысқырмайтын, заңды белден басатын аудан әкімі кім? Мемлекеттік қызметкерлерді қызметтен қуатын, дөкейлердің артында кім тұр? Қазір анықтаймыз. 29 желтоқсан мен үшін менің мемлекеттегі қызметімнің бәрін жоққа шығарды деп менің алдымнан бәрі жабылып қалған сезімде болдым. Келген әкімдер бұлай фейсбуктан жұмыс жасамайтын адамдар бәрі парақор. Егер маған манағы Айкашева Оксана Жамбырбаеваның қызы үй алып бермегенде, мен әлі үй жалдап, қаңғып, әлі жүретін едім. Әділетті Қазақстанды қалай құрамыз? Егер жоғары соттың ұйғарымы жергілікті деңгейде, аудандық деңгейде, аудан басшылығы деңгейінде орындалмай отырса. Президентіміз жиі айтып, өзгертуге шақырып жүрген әділетті Қазақстанның мақсаты елді тек жемқорлардан ғана тазалау емес. Көпшілікке жақсы таныс тағы бір үлкен мәселе бар. Ол қызметтік қудалау. Әкім болып, халқына жақын болудың орнына өзіне команда жасақтап, жұмысына адал азаматтарды қызметтен шеттетудің шеберлері көп. Бүгінгі кейіпкеріміз Оксана Жаңбырбайқызының жағдайы осы әңгіменің айғағы. Оксана Жаңбырбайқызы, қандай мәселе бойынша әділдік іздейсіз? Толық баяндап кетсеңіз. 2020 жылы халық үшін өте қиын кезең болды. Сол уақытта халыққа дәрі-дәрмектер жетіспеу мәселелері болды. Мақат ауданының телеграм чатына халық күн мен түн дәрі-дәрмек дәріханаларда жетпей жатыр деп мәселелерді көтерді. Сол уақытта енді басқа қалаларға шығып дәрі-дәрмектің мәселелерін сол шешімдермен жүргенде мәдени шара өткіз деп аудан әкімі тапсырма берді, бірақ ол шараны мен өткізуге бас тарттым. Соның осы мәселенің бәрі осы неден басталды. Яғни мәдени шара өткізбегеніңізге сізге қысым жасады ма? Енді қысым жасады деп үстімнен арыз жолдады. Департамент госслужбаға, Атырау облысының департамент госслужбасына арыз жолдады мен үстіне. Аудан әкімінің орынбасары аудан әкімінің айтқанын тыңдамай, тапсырмасын орындамай жатыр деп. Сол себепте енді осы қысымшылықтың бәрі сол уақытта басталды деп ойлаймын. Енді 2021 жылы 29 желтоқсан күні заңсыз бір күннің ішінде 23 жыл мемлекеттік қызметте жасаған өтілім дым болмай қалды, Айгүл ханым. Бір күннің ішінде бәрі жоққа айналып кеткен деп ойлаймын. Себебі енді қаншама халықпен етене жұмыс жасадым. Осы пандемияның кезінде әйел адам болсам да халықпен етене араласып бірге қасында жүрдім. Бірақ алайда сол 21 жылы 29 желтоқсан мен үшін менің мемлекеттегі қызметімнің бәрін жоққа шығарды деп менің алдымнан бәрі жабылып қалған сезімде болдым. Оксана Айкашева өз құқығын қорғау мақсатында Мақат ауданы әкімі аппараты мемлекеттік мекемесінен жұмыстан шығару туралы өкімінің күшін жою және заңсыз деп тану бұрынғы лауазымына қайта орналастыру туралы сотқа талап арыз берген. Арыздандым, сотқа жүгіндім, себебі енді өзімнің құқығымды қорғау мақсатында сотқа жүгініп, Атырау облыстық апелляционный сот өзім жағыма шығарды, бірақ Мақат аудандық сот менің арызымды бас тартты. Бірінші сатыдағы коллегиальный сот менің жағыма шығарды. Себебі бұл жерде көп балалы ананы қысқартуға ешқандай қақыларыңыз жоқ еді. Себебі ол кісіге сол уақытта жұмыс ұсыну керек еді. Қандай болса да жұмыс ұсыну керек едіңіздер деп сот осындай заңды ұйғарымды шығарды. Соттың шешімін бірақ орындамай отыр. Жоқ, соттың шешімі қазір әлі көшейін орындалмай келе жатыр. Қанша уақыт өтті орындалмағанда? 5 ай уақыт өтті. Облыс әкіміне бардыңыз? Облыс әкіміне бардым.
облыс әкіміне бардым. Ол кісі Оксана Жамбырбаевна аудан әкімінің тарапынан сізге әділетсіздік жасалған екен деп айтты. Бұл мәселені шешеміз, қарастырармыз деді. Бірақ әлі шейін мен нақты жауап ала алмай отырмын. Заңды пысқырмай, қалаған қызметкерін жұмыстан шеттетуді шебер меңгергендердің жайын Атырауға барып, өз көзімізбен көріп қайттық. Я, аудандағы заңсыздық пен әкімдіктегі командалық басқару жүйесі жайлы хабардар еткен Мақат кентінің тұрғындары көп болды. Ондай әкімдер қызметтік мансабын асыра пайдаланғанмен қоса, тура сөйлеп қарсы шыққан зейнеткерлермен соттасып жүр екен. 1984 жылдан бері осы Мақат ауданында малдәрігер болып жұмыс жасадым. Бірақ оның аралығында 2010 мен 2018 жылдардың аралығында аяғына дейін әкімшілікте бас маман болып жұмыс жасадым. Шаңғалаев деген ертеден келатыр 80 жылғы бүткіл ағайындарын, апаларының осындай менікінен де жаман аварийный пәтерлерін бәле миллионға әкімшілікке өткізіп отыр. Өткізіп Атыраудан, Сарымақаттан ұялып отыр. А біздер бір отоплениеміз жоқ. Советский мезгілде болды. Пеш тағамыз ана жерде, газдың астын жағамыз, сөйтіп күн көру. Отырмын. Бүткіл ағайындарын Шаңғалаев азамат, Мақат ауданының әкімі ағайындарын, туысқандарын бәрін бастық қылып отыр. Бізді қудалайды. 60-ға келген мені қудалап, мені сотқа беріп жүр. Жай кейін әкімшіліктен ақша алып отыр. Бәле миллион ақша әкім болып отыр, я. Өзінің үйінің төбесін 80-ның 8-ін жасатып алды. ЖХ-ға Мақат аудандық әкімшілігінің құрылыс бөліміне 40 ақша бөлінді. 22 жылғын айтайын. Өзінің үйінің төбесін жасатып алды. Керемет қылып. Ал қасындағы үйлер жаңада келатырмын. Түстім аңғалсаң қал. Мысалы, былай қарағанда, өздерінің құлқындарын ойлайды. Жай кейін Шаңғалаев өзінің құлқын ойнап, айналасының бәрін байытып, біздің мекемеде Малдоғдырда да бар. Соның адамдары отыр, шындыққа келгенде. Ал менің 60-тағы менің артымды бағады. Халыққа жақсы қызмет ететін, халықты алаламайтын, халыққа жанашитын адам әкімдері болсын, бөлім басшылары болсын, жақсы басшы мамандар болсын, оған жұмыс жасатпайды. Ал Шаңғалаевтар ауыл шаруашылығының ақшасын талан-таражға салып отыр. Тексерсеңіздер, Бектеновке де жаздым, Атырауға аудитке берді, жауып тастаптыр. Шапкеновтың өзі жауып тастаптыр. Атыраудың аппарат басшы Исаков та жауып тастаптыр. Мен 5 рет пе 6 рет пе арыз жаздым, ақырында жай кейін мені сотқа берді. Берсін. Әкімшілік штраф салмадым деп. Акимат халқын сотқа беріп отыр. Мені беріп отыр. Еңбек адамдарына құрмет көрсетпейтін аудан басшыларының әрекеттерін зейнеткердің өзінен естігенде жұбатуға сөз таппай қалғанымай. Президентіміз әйелдердің теңдігі мен қауіпсіздігін қорғауға, олардың құқықтары мен мүмкіндіктерін кеңейтуге бағытталған игі істі еліміздің толық қолдайтынын айтып келеді. Сонда бұл жергілікті атқарушы биліктің мемлекетіміздің саясатына көрсетіп отырған қарсылығы ма? Кеше Малдоғдырда бірталай адамдарды, акиматтың адамдарын, өздерінің таныстарын, құттақандай қыз жігіттердің бәріне марапат берді, мені жолатпайды. Менің еңбегім жоқ сияқты. Былай қарағанда, адал еңбек еттім, мен арзан қағазға зәру емеспін, бірақ уважение болу керек. Шаңғалаевпен жай кейін кеткелі әкімшіліктің берекеті кетті. 96 жылғы қыз жігіттерге, 80 жылғы, одан да жас 85 жылғы тіпті солардың бәріне марапат беріп жатыр. Олардың қалай еңбек еткенін мен білем. Анау кімнің танысы екенін, кімнің ағайын екенін мен білем. Президенттің өзі Қасым-Жомарт Тоқаев жаңа жылда өзінің туған шығарып тастады. Сосын кешегі жолдауларында да айтып жатыр. Кешегіде де айтып жатыр. Туысқандарыңды алмаңдар, жақындатпаңдар деп, бұл енді мәдениет тілімен күшті қылып айтып жатыр, орысша, қазақша. Ал бізде Шаңғалаев деген өзінің тұқымдарын тығып жатыр. Апасының баласын программист болып жүрген мәдениетке әкім қылып қойды, директор қылып қойды, Ол жерде Төлебаева деген бір керемет бар, 35 жылдан бері отыр, Ол да мен сияқты жалғыз басты әйел. Жалғыз баласы бар. Баласы мәдениетте жұмыс жасайды, ол қайдағы ақша? Бір подъездің үйін сатып алады. Мен арыздың ішінде де бар. Бүткіл үкіметтің ақшасын, мәдени іс-шараға бөлінген ақшаның бәрін үміт дүкеніне аударып болды күні кешеге дейін. Төлебаева дегеннің өзі 2009 жылы әріптестері үстінен арыз жазып, артық ақша алып жоқ адамдардың сыртынан бұл шаталған адам. Бірақ 35 жыл бастық болдым бе бүйтіп отыр қазір. Міне, келген әкімдер былай Фейсбуктан жұмыс жасамайтын адамдар бәрі. Парақор, қалай байып кетіп еді? Мен бір өндіріс орталықтары болса, бизнестері болса,
мал шаруашылығымен кәсіпкерлікпен айналысып отырса, онда сенер едім. Жоқ, үкіметтің ақшасын талан-таражға салып отыр. Мұнайлы соны бектанып тексерсін. Президент те осы жағына бізге көмектессін. Президент те көмектессін. Оксана Жаңбырбайқызы, көп балалы ана, аудан тұрғындарына жанашыр мемлекеттік қызметкер. Онысын сөзбен емес, ісімен дәлелдеп жүр. Жақсының жақсылығын көп жағдайда айтпай, көрсетпей қалатынымыз бар. Дегенмен, аудан тұрғындарының қалауы халықтан қашатын әкімдер емес, керісінше ел үшін адал қызмет ететін басшылар. Оксана Жаңбырбайқызы іскерлігінің арқасында бүгінде біраз адамның алғысын алып үлгерген. Және оны мақаттықтар халықтың қамын ойлаған әкім ретінде таниды. Аз қамтылған отбасынанмын. 2021 жылдың қаңтарында менің жолдасым департаменттің машинасына соғылып сотталып кетеді. Сол жағдайда мен далада қалып қоям, қайда барарымды да білмеймін, басатын тауым да жоқ, далада қаламда аудан әкімінен көмек сұрайым. Өзіміздің кенттің әкіміне барам. Олар енді шешеміз деп мені шығарып сай береді. Осыған дейін Мақат ауданында Кекім деген кісі әкім болды бізде. Ол кісіге мен қанша арыз жазғанда да ол кісі маған сізге үй тиіспейді деді. Сіз ондай бірдеңелер жіберді, осы санаттардың ішінде сіз жатпайсыз деді. Содан кейін осы Оксана Жаңбырбаевнаға мен өтініш жасадым, барып өзім ана болғасын, ол кісі көп балалы ана, өзі инвалид бала бағады, сондықтан халық жақындайды ғой. Сондықтан әділдік болсын деймін, әділдік іздеймін. Қай жағынан да. Біздерде әділдік болмағандықтан, халықтың арасында әділдік болмағандықтан айқай болады, жанжал болады, кез келген нәрсе болады деп ойлаймын. Сондықтан әділ шешім қабылдауын сұраймын. Әрбір менің айтқан сөздерімнен мемлекет басшылары көріп отқан мемлекеттегі жоғары жақтағы президентіме одан кейінгі департамент көріп, мені бәрі естіп көріп отқан адамға өзімнің жанайқайымды жеткізем. Барлық жағдайымды ана ретінде өзімнің немді сұрайым, әділдігімді сұрайым сіздерден. Елімізде мемлекет басшысының бастамасымен ауылдық округ әкімдерінің сайлауы өтуде. Мұндай шешімді мемлекет дамуының және елді саяси жаңғыртудың жаңа кезеңі деп түсіну қажет. Алайда, Мақаттағы жағдай тіптен басқа. Бұл әкім тіпті жоғарғы соттың шешімінде пысқырмайды. Сот осы күнге дейін Оксана Жаңбырбайқызының пайдасына шешілгенмен, кейіпкеріміздің тиісті қызметіне орналасуына кедергі келтіру доғарылар емес. Бір қызығы, пандемия кезінде аудан әкімінің мәдени іс-шара өткізуіне қарсы шыққан кейіпкеріміз қызметінен кетсе, қаңтар оқиғасында ауыл халқынан қашқан әкімнің қызметі жоғарылаған. Мына аудан деңгейінде ешкім көтеріліп атқан нені өсіп атқан қызметкерлер жоқ, жергілікті халықтан. Ал келең біз мемлекетіміз бір,
бірақ дей тұрғанмен жергілікті халықты біздер өсіруіміз керек қой, жұмыспен қамтуымыз керек. Ал Атыраудан келеді, Құлсарыдан келеді. Біздің сонда жергілікті халық жігіттер өспей ме? Сонда Махамбет мырза, ал өсіп атқан бір азаматшамыз бар еді, оны келіп жұмыстан шығарып жіберді. Айқашев Оксана деген. Күні кеше заңсыз түрде жұмыстан шығарып жіберді. Ал орнына Атыраудан келіп аппарат басшысына отыр. Оны қалай түсінеміз сонда біздер? Біз не ел емеспіз сонда Мақат ауданы? Мен ешкімді бөліп тастап жатқан жоқпын. Бірақ жергілікті халық жұмыспен қамтылу керек. Заңсыз кәдімгі кеткен әкім заңсыз шығарып кетті жұмыстан. Қандай құқы бар ол? Жекеменшік контора болса, мен үндей алмаймын ол кісіге. Жекеменшік контора болса. Ал мемлекеттікі ол. 23 жыл стажы бар, еңбек өтілімі бар, тәжірибесі бар. Ол мемлекетке пайда келмесе, зиян әкелмейді. Себебі артында келатқан жеткіншектерді үйретіп, бағдар беріп кетеді. Ал біздер келіп оның карьерасына балта ұстап тұр. Әкімдіктегі шенділердің заңсыздықтарына қарсы шығып, жоқтан бар жасап жүрген мектеп директоры да біраз заңсыздықтардың бетін ашты. Мектеп құрылысы мен күрделі жөндеу кезінде мемлекеттің қаржысына көз тіккендер аудан басшылығында болған ашық айтып берді. Жалпы мемлекеттік қызметте, мемлекеттік мекеме басшылығында адамды арандататын жағдайлар өте көп. Оның бір сыбайластық. Сыбайлас жемқорлық жегідей жеген емес. Оның бір ғана, жалғыз ғана дәлелі осы жердегі жатқан клипарт деп аталатын ойындар Россиядан шетелден келу керек болды біздерге. Ажип компаниясының демеушілігімен соғылған компанияның азаматтарынан маған тікелей ұсыныс түсті. Осындай бір азғантай ғана сома тұратын наклейкалар жасап береміз, үстінде 200 мың теңге ақшасын сізге береміз. Содан кейін қалған пайдасын көрейік, сізге сапасы не әкеліп берейік деп. Ақырында манағыдай сапасы дүниесін алып келіп тұр. Солай айтқаннан кейін мен әрине өзім келісімді берген жоқпын, заң орындарына хабарлайтынды өздеріне ескерттім. Мен заң орындарына хабарлап жатқанда ол азаматтар әкелген заттармен бірге мектептен шығып кетті. Бір айдан кейін Ресейде шыққан сапалы, қолданысқа пайдалы, кәдімгі дұрыс нәрсені әкеліп берді. Қазір көріп отырсыздар, 3 жылдан бері қарай мына жердегі клипартымызда бір мініп қалған жоқ, балалар ойнап жатыр. Кезінде сіз білесіз бе, Мақат ауданында Ескене, Комсомольск деген ауылдарды қалаға Атырауға көшірді ғой. Халықты мұнайға байланысты сол кезде сол ауылдардағы мектептерден шыққан ескі интерактивті тақталарды осы Мақат ауданының мектептеріне әкеліп қондырып, жоғары жаққа мектептер толықтай интерактивті тақтамен қамтамасыз етілді деп жалған ақпарат берген. Шындығында ешқандай проекттар жоқ, тек қана құрғыр тақталарды ғана қойып кеткен, интернетпен байланыспайтын. Соның кесірінен қазір біздерде мектептерде білім беру сапасы төмен болып отыр. Мақаттықтардың үкіметтен үміті зор. Мұнайлы өлке тұрғындары әкімдердің әлегінен құтылсақ деп әділдік іздейді. Олар қудалауға ұшыраған турашыл іскер әріптестерін жұмысқа қайтаруды сұрайды. Айкашева Оксана Жаңбырбайқызы деген қарындасымызды мен өте жақсы танимын. Мемлекеттік білім беру мекемесінің басшысы ретінде, мектеп директоры ретінде, аудан әкімдігіндегі осы әлеуметтік білім беру салаларын қадағалайтын басшы ретінде, жұмысын қадағалаған басшы ретінде біраз жылдар бойы әріптес болдық. Өткен 2021 жылдың желтоқсан айының соңында Оксана Жаңбырбайқызының қызметі аяқ астынан қысқартылып кеткенде мен осы шешімге қарсы шыққан жергілікті жердегі мемлекеттік мекеме басшыларының бірімін. Кешегі қаңтар оқиғасы кезіндегі алаңға жиналған халықтың қатарында отырып, Оксананың қызметке қайта келуін талап еткен азаматтың бірімін. Мен Оксана Жаңбырбайқызымен ағайындық туыстық қатынасым жоқ. Тек мемлекет қызметкер ретінде ғана білемін. Әділетті басшы ретінде білемін. Елге, жерге, мынау өзі қызмет еткен мемлекетке, мемлекеттің мүддесіне адал қызмет ететін азаматтың бірі ретінде танимын. Кешегі 2021 жылы Оксана Жаңбырбайқызының қызметі
қысқартылып кетілуі өте әділетсіз шешім болды деп білемін. Жақсы, одан бері де 1 жыл уақыт өтті. Одан бері аудандық деңгейдегі сот болды, облыстық деңгейдегі сот өтті. Мақат ауданы әкімдігінің қарсы талап арызы бойынша бұл мәселе жоғары сотта қаралды. Осы 3 деңгейдегі сотта да Оксана Жаңбырбайқызының ісі әділ екендігі, қызметінен әділетсіз қысқарғандығы дәлелденді және қызметіне қайттан орналастыруға ұйғарым шығарылды. Мен осы жерде келіп туындайтын бір мәселе. Біз әділетті Қазақстанды қалай құрамыз? Егер жоғары соттың ұйғарымы жергілікті деңгейде, аудандық деңгейде, аудан басшылығы деңгейінде орындалмай отырса, Тоқаевқа кім сенеді? Мемлекетке кім сенеді? Мемлекетімізде әділ заңдардың орындалатынына, қой үстіне бозторғай жұмыртқалаған заман туатынына, жемқорлықтың жойылатынына, әділдік үстемдік құратынына, құқықтық зайырлы мемлекет болатынымызға кім сенеді? Егер мүгедек бала тәрбиелеп отырған ана 20 жылдан астам уақыт бойы мемлекетке арына дақ түсірместен қызмет еткен мемлекеттік қызметкер аяқ астынан қызметтен қысқартылып, жоғары соттың шешімімен де қызметіне қайтып орналасқан өтсе. Демек, жеңішінен жалғасу, шенді мен шекпеннің, бай мен бағланның заманы әлі үстемдік құрып отыр деген сөз ғой. Оксана Жаңбырбайқызы мемлекеттік қызметте 20 жылдан астам уақыт қызмет етіп келді. Аудан әкімінің заңсыз қызметтен шеттетуіне байланысты ол жұмыссыз қалған. Дегенмен, ауданның жағдайына үнемі алаңдаушылық танытып, барлығын бақылап жүретінін айтады. Енді алдағы уақытта қандай жоспарларыңыз бар? Жұмысқа қайта оралып жатсаңыз. Жоспар халыққа адал қызмет ету, халық үшін жұмыс жасау. Құрметті көрермен, сіздермен бірге әділдік іздеу үшін еліміздің барлық өңіріне баруға дайынбыз. Әділетті Қазақстанды жалғыз бір адам құра алмайды. Осы заңсыздықтар жоғарғы жаққа жетсін десеңіздер, жергілікті жердегі және атқарушы органдардағы заңсыздықтарды ашып айтудан қашпаңыздар. Заң баршамызға ортақ. Ел, халық, баршамыздың мүддеміз бір. Ол әділдік.